Семейде көлік колледжінің ұстаздары жолдық ақысына ақша таппай жұмысқа шыға алмай жүр. Себебі мұғалімдер бірнеше айдан бері жалақы көрмеген. Қарыз сұрап, қадіріміз қашты деген 100-ден астам қызметкер министрліктен көмек сұрайды. Себебі маңдай тері ақының уақытылы төленбеу аздай, педагогтар оқу процесіне қажетті қарапайым қағаз, қаламды да қалталарынан қаражат шығарып алады екен. Көлік колледжі қызметкерлерінің жұмысқа келіп кетуі нағыз мұңға айналған. Жолақыға ақша таппай қиналдық деген ұжым қарыз алудан шаршадық деп ашынады. Берешегі көп жандар үй маңындағы дүкен иелері мен банктың коллекторлары тыныштық бермейді деп отыр. Олаздай студенттерге білім берудің өзі соңғы жылдары қып-қызыл шығын дейді. Енді қазіргі кезде күнде бақ өсіп жатқанда зарплатамыз төмен әлі күнге дейін. Бір айдан екінші айға жетпейді. Ол сонымен қоса бізге канцтоварға төленетін ақша төленбейді. Өзіміз аламыз. Принтерді сами заправляем. Қағазды өзіміз сатып аламыз. Мемлекеттік оқу орнының қаржылық жағдайы мүшкіл дейді мұғалімдер. Мардымсыз айлықтың өзін ала алмай қиналатын кездер көбейгенін айтады. Сондықтан күнкөріс қиындаған соң көпшіліктің жұмысқа деген құлшынысы да қалмаған екен. Енді осы бізде постоянно осы задержка, осы жол тіпті созылып кетті. Өйткені өзіміздің бала-шағамыз бар деген сияқты, күндер кредитіміз бар деген сияқты. Мен өзіміздің бала-шағамыз болғаннан кейін олар ақылы оқуда оқитыны бар, студентіміз бар деген сияқты. Солардың бәрі міне қазіргі уақытта қанша кредитіміз просрочиге кетіп жатыр, балаларымыздың оқуын төлей алмай отырмыз. Техник, автомеханик, слесарь сияқты мамандықтарды оқытатын колледждің студенттері де бірнеше айдан бері шәкіртақыға қол жеткізе алмай жүр. Мұғалімдердің мұңын тыңдаған білім басқармасының өкілдері жалақы жақын күндері беріледі деп сендірді. Шәкіртақы бойынша толық көлемде ноябрь-декабрь айына қарыз қазір облыс бойынша. Оны қазір мәслихаттан бізге ақша бөлді. Енді осы 20-сынан кейін біз ақша отырғаннан кейін казначействодан өтіп, содан кейін барлығын төлеп беретін боламыз. Ал еңбекақы бойынша, қарыз бойынша осы транспорт колледж болған, ол колледждің де тоже ақшасы бөлінді. Оны сол 20-сына дейін біз аударып береміз. Жалпы бұл колледжде 952 студент білім алады. Техникалық жұмысшыларымен қосқанда бас-аяғы 100-ден астам қызметкер жұмыс істейді. Олар мемлекеттен бөлінетін қаражат жыл сайын кешіктірілетінін айтады. Жағдай бұлай жалғаса берсе, білікті мамандар азайып, оқу процесіне кері әсерін тигізеді деп отыр. Сондықтан бұл мәселеге бей-жай қарамай министрліктің өкілдері аудит жүргізу керек деп есептейді. Динара Ерболқызы, Информбюро, Абай облысы.